Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандарым? Түнгі ойлар арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Мадина Полатқызы. Аудио видеоны соңына дейін тыңдаңыздар. Арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ана түнде не үшін жылайды? Бұл әңгіме ананың үнсіз дұғасы жайлы түнде тыңдауға арналған. Ана жүрегіне арналған әңгіме. Бірінші бөлім. Ананың үнсіз дұғасы. Түн. Үйдің іші тыныш. Барлығы ұйықтап жатқандай. Тек ана ғана ояу. Ол шамды шақпайды. Ешкімді оятқысы келмейді. Терезе түбінде үнсіз отыр. Ойы баласында. Бала күндіз күледі. Жақсымын мама дейді. Ал ана жүрегі сезеді. Сезеді. Баласының ішіне не сыймай жүргенін. Сезеді. Жымиюдың артында шаршау барын. Ана ештеңе сұрамайды. Себебі баласы айтқысы келмейді. Сонда ана қолын жайып, сыбырлап қана: Алла, баламды өзіңе тапсырдым. Жүрегіне тыныштық бер. Иман бер. Ол баласына байлық сұрамады. Жоғары қызметті емес. Тек амандық. Тек жүрек тыныштығы. Ана көз жасын сүртті. Жымиып бөлмесіне кірді. Ал сол түні бала түс көрді. Жылы түс. Жеңіл. Себебі ананың дұғасы ешқашан жерге түспейді. Егер сен де қазір тыңдап отырсаң, анаң тірі болса, оның дұғасы сені қорғап жүр. Ал егер анаң бұл дүниеде болмаса, оның дұғасы әлі де сенімен. Құрметті оқырмандар, тақырыпқа байланысты өз пікірлеріңізді қалдырып, келесі екінші бөлімді өткізіп алмас үшін тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен бірге Мадина Полатқызы. Келесі аудио видеода кездескенше түндеріңіз тыныш болсын.